Сәлем достар, Кастарт жобасының 4-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ тілінде тілектерді айтып үйренеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Мереке қарсаңында айтылатын тілектер. Мереке құтты болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Істеріңізге сәттілік серік болсын. Бақыт пен бақ-дәулет тілеймін. Әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Арман мақсаттарыңыз орындала берсін. Құт береке шаңырақтарыңыздан кетпесін. Бірінші лайфхак. Мереке кезінде адамдар бір-біріне жақсы тілектер айтып, қуаныш сыйлайды. Мереке кезінде айтылатын тілектер. Мереке құтты болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Тойыңыз құтты болсын. Екінші лайфхак. Құттықтау тек мерекені атап өтумен шектелмейді. Оған жақсы тілектерді қосу құттықтауды мазмұнды етеді. Амандық, сәттілік, қуаныш, татулық, береке сөздерін пайдаланыңыз. Мысалы, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, істеріңізге сәттілік серік болсын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.